Балалар, біз сендермен бүгін қанталапай ойын ойнаймыз. Бұл қанталапай ойыны біздің ұлттық ойынымыз екен, иә? Қанталапай қандай? Неден ойналады, білеміз ба? Неден ойналады? Немен ойнайды? Асықпен ойнаймыз, иә? Өте тамаша. Ал асық неден жасалады, білеміз ба? Қойдан, яғни төрт түліктен жасалады екен, иә? Ал енді мен сендерге қанталапай ойынын кішкене түсіндіріп өтейін. Қанталапай асықпен ойналатын ойын екен. Бұл асықтардың ішінде бір асық қызыл түспен боялған, иә? Сол қызыл асық кімге түссе, ол хан асығы. Яғни сол бала ойынды бастайтын болады. Талапай, талапай, басталды ойын, алақай деп мен асықты сендерге шашқан кезінде, сендер өздеріңе тиесі асықтарды жинап алыңдар. Содан кейін ары қарай ойынымызды бастаймыз. Яғни талапай хан асығы кімге түссе, сол ойынды бастайды. Егер ойыншы сұраққа жауап бере алмаса, кейінгі ол балаға сұрақ қойылып, онда жауап бере алмаса, кезекті ары қарай балаларға ойын жалғаса береді. Асықты кім көп жинаса, сол бала жеңіске жетеді. Олай болса, ойынымызды бастаймыз. Талапай, талапай, басталды ойын. Алақай. Менде бесеу. Апай, менде бесеу. Ал балалар, кімде қанша асық? Ал енді осы, жарайсың, тамаша. Ал енді кім осы жинаған асықтарының ішінен бір асықты сақа қылып сайлап алыңдар. Сақа қылып сайлап алдық па? Иә, тамаша. Ал енді бір асығымызды мына жаққа тігейік. Иә, тамаша. Жоқ, бір асығымызды тігейік. Иә, бізде хан асығы кімге түсті? Аянатқа түсті, иә? Ал аянат тастай қойын. Ой, тимей қалды аянат. Асығыңды ала қой. Ал аянатқа сұрақ қояйын. Аянат, рәміздерге не жатады? Рәміздерге не жатады? Ту. Тамаша. Бізге ал келесі кезекте бізде Дінмұхаммедтен. Ой, тамаша. Дінмұхаммед екі асық жеңіп алды. Ал тағы да келесі кезекте Дінмұхаммедте. Ал бала қатар тұрамыз. Тұра ғой. Дінмұхаммед тұра ғой. Ой, тамаша. Тағы да. Жетпей қалды. Енді біз Дінмұхаммедке сұрақ қояйық, балалар. Дінмұхаммед бізге бір шумақ өлең айтып берші. Білесің ба, ол бір шумақ өлең? Кім айтып бере алады, балалар? Ал айта ғой. Ал енді бізде шалабай келесі ойын кезегінде. Шалабай кетсемей қалды. Енді келесі кезегінде. Ал келесі сұрамыз. Асықтан тағы да қандай ойын түрлерін білесіңдер? Яқтыратын деген ойын болады ма? Асық ату ойын екен, ал Расул бізге келесі кезекте. Темей қалды Расулдың ойыны да. Ал Расулға сұрақ қояйық. Ал Расул бізге мақал-мәтел айтып берші. Қандай мақал-мәтел білесің? Қандай мақал-мәтел білесің? Кім біледі мақал-мәтел? Ал Назерке айтып берші. Аққуды атпа, досыңды сатпа. Тамаша. Ал Назерке келесі кезек. Ой, Назеркені кетсемей қалды. Ал
Енді мен сендерге жұмбақ қояйын балдар. Сол жұмбақты бізде көп асықты ұтып алған Расул жеңіске жеткен, бізде бүгінгі Ханталапай ойыны жеңіске жеткен баламыз бұл Расул. Апай, тағы да ойнайсың ба? Иә, әрине тағы да ойнайтын баламыз.